Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін жаңа әңгіме. Сіздерден тек қолдау күтемін. Әңгіменің соңында лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Мереке мен Маржан егіз қозыда еркелеп өскен екі ағайынды бауырдың үлпілдеп өсірген жалғыз қыздары. Мереке Мәліктің үлкені. Қара шаңырақтағы ата-анасының жиған тергенін басып қалған ол, жастайынан озбыр, бір беткей, айтқаннан қайтпайтын қыңыр қырсықтың нақ өзі. 4 ұлдың кенжесі Мәліктің дәурені жүріп тұрған шақ. Келіншегі Айгүлдің танау аспандап, үлкенді үлкен, кішіні күшік құрлы көрмей, күйеуінің арқасында тайраңдап жүрген. Үлкен қызы Мерекеден соң 10 жыл тосып, егіз ұл тапқан ол, үй шаруасына үлгере алмай, екі бірдей қошақанға қарай алмаған соң, абысының қызы Маржанды үйіне жиі шақыратын. 13-ке жаңа толған қыздың балаға да, үй шаруасына да ебі зор. Өзінен алдыңғы ағаларының киімін үтіктеп, кейінгі бауырларының оқуына көмектесіп, әбден шаруаға ет үйренген Маржанға Мерекемен ойнап жүріп үйді жинау, тамақ жасау түк емес. Бір көшенің бойында тұратын бауырлар Мәлік пен ағасы Сәкеннің үйлерінің арасы 10 шақты. Мәлік күні бойы үйінен шықпайтын. Әкесінен қалған қожалыққа барып жұмысшыларға айғайлап, айлық бермеймін деп қоқан-лоқы көрсеткені болмаса, басшысы дұрыс болмағасын жұмыс тұралап, бұрынғыдағыдай көл-көсір табыс екесеге азайғаны қашан. Ағасы Сәкенді бас есепші тағайындағанмен, ол жұмыста қара жұмысшының да шаруасын атқарып, інісінің берген жалақысына қарап, отбасын асырауға мәжбүр. Себебі әкесіне берген уәдесі бар. Бақилыққа аттанар алдын Мәлікке дайын асқа тік қасық болмаса, өмір бойы жеңілдің үстімен жүрген кенжетайға өмірді сүру қиынға соғар. Егер әкем десең, мына бауырыңды өзің жетілдіресің, әрі негізін қалаған кәсіпті өзің іште қадағалайсың деп өсиет еткен. Ортаншы екі ұлдың бірі шет елде, енді бірі қалада. Ол екеуіне ауыл шаруашылығының иісі мұрнына бармақ түгілі, ауыл десе жиырынып, қалаға шегедей бекініп алғалы қашан. Сәкен мен Лаура 5 бала шағасымен тікелей сол қожалықтың табысымен ғана бауыры Мәліктің көңіліне қарап өмір сүруге мәжбүр. Лаура мектепте мұғалім. Қызы Маржанды жастайынан ширатып, тірлікке ептетіп өсіріп бақты. Ал өзінде келіннің қызы Мерекенің алындығаны ақша мен телефон. Нағыз әкесі сияқты шолжаң еді. Уақыт зырлап өте берді. Балалар шетінен оқуға түсіп, кезек қыздарға келіп жетті. Маржан анасының жолын қуып, мұғалімдікті таңдап, Алматы қаласына кетті. Группалас құрбыларымен тез тіл табысып, жатақханада Айзере, Мақпал, Жансая деген әр өңірден келген қыздармен бір бөлісті. Оқуда озат қыз, университетте де өткір ойларымен, озық пікірімен көзге түсіп, лидер болып, үнемі көзге көрінетін. Тобының старостасы, 24 студенттің бірде класына ие болып, әр кез көмегін аямайтын жанашыр қызды бәрі де шынайы жақсы көретін. Ауылдан арқаланып, соғым мен алма, жаңғағын зіл-меңдей көтеріп жиі келіп тұратын әкесіне еркелей ұрсып, неменесіне әуре боласыз? Шәкірт ақым тамақпен қажетіме жетеді ғой, деп әкесінің шығындалғанын қаламайтын. Одан да бауырларымен сол етті асып жесеңіздер, менің де көңілім тоқ болар еді ғой, деп әкесін құшақтап, әжім басқан екі бетінен кезек шөлпілдетіп сүйіп алады. Университеттің гүлзарында ұзақ сырласып, әкесіне кейде жаны ашитын Маржан. Әке, сіз марқұм атам еш ренжімес, мүмкін болса қарауылдыққа ауысаңыз да жеңілдеу жұмыс табыңызшы. Анамнан естідім. Жалақысыз жүргендеріңізге 4 айдан асыпты. Мәлік көкемнің ішкілікке салынғанына да жүрегім ауырады. Бір сіздің құрақ ұшып жүргеніңізбен ештеңе өнер емес. Біз үшін жаныңызды қинамаңызшы. Атам сізге ренжімес. 7 жылдай кәсіпті ұстап тұрған сіз. Өзіңіз жалақы алмасаңыз да барлық жұмысшының айлығын түгендеп, Мәлік көкеме де үлес беріп отырсыз. Шаршадыңыз ғой, деп қорсылдап жылап қалған қызына емірене қараған әке. Ботамау, неге бізді уайымдайсың? Одан да сабағыңды оқы, бауырларыңа үлгі бол.
Ауылда Мереке де әпкем сияқты мұғалім болам деп мұғалімдерді шулатып жүр екен. Қайдам сол Еркетайды. 9 жыл оқуды қатырмаған, 2 жылда айды аспанға шығармаса, қайдан білем. Білім миына қонар екен деп отырмыз анаң екеуміз. Алла бағын ашсын, ол да бір менің қызым ғой деген. Сәкен ауылдың кешкі автобусына үлгеруге асығып, Маржанмен қайырласты. Әкесіне шәкірт ақысынан азын аулақ жиған ақшасын ұсынған Маржан, қой алмаймын деген әкесінің қалтасына тықпалап, күлімдеп шығарып салды. Ұнжырғасы түсіп, жатақханасына қайтып жатқан жолдары бір топ жігітті аңғармапты. Қарындас, балмұздақ деп тисе бастады. Зәре құты қалмай жүгіре жөнелді. Артынан қабаған иттей қуа жөнелген жігіттердің көрген бойда Маржанның алдынан шығып, бауырына басқан жігіт құтқарып қалды. Жігіттер, бұларың не, қыз көрмегендей? Сендердің бұлай қуатындарыңдай не болды сонша? Сен кімсің, кетер? Біз қызбен таныспақшымыз. Естерің дұрыс па? Мал сияқты танысатындар кімсіңдер сендер? Көке, сен кімсің өзі? Жібер де жайыңа кет. Бұл менің қызым, Есличо. Өздерің тайып тұрыңдар. Танысқыштарың бұлардың, деп сес көрсетіп еді. Жігіттер жан-жаққа тарқасты. Әлгі бейтаныс жігіттің қолынан сытылып шыққан Маржан, рахмет сізге, деді де жатақханаға қарай жылдам кіріп кетті. Мазасы болмай, түтігіп, бөлмеге кірген Маржаннан мән жайды сұраған қыздар әлгі бұзақыларға ашуланды. Біздің университеттің старшактары болса дереу деканатқа айту керек. Жоқ, олар тым дөрекі. Көшенің жігіттері-ау. Құтқарған батырды алдын көрген бедің? Кім болды екен ол батыр? Деп қыздар түнімен болған жайды талқылап, таң ата көз іліп, 4-еуі де сабақтарына кешігіп қалды. Маржан қалайды құтқарушы батырды табуды ойлады. Аз ғана уақытта бауырына басқан батырға бауыр басып қалғандай іздеп, тағы да кездесуді армандады. Бірақ ол жігітті қайдан іздеймін? Мүмкін үйленген жігіт шығар. Қазір маған оқу маңызды. Ару қала Алматыға жігіт емес арман қуып келдім ғой, деп есін жиып сабағына ден қойды. Егер шынымен менің адамым болса, іздеп табар деген бәрі бірде бір ойы маза бермей жүретін Маржан қыз. Ал бұл сәтте ауылдағылар Мерекенің машақатымен әуре болып жатқанды. Анасының әшекейлерін орлап шығып, өзіне айфон телефон алған Мереке ұрыны қожалыққа жауып, өзі судан ақ болуға тырысып жатқан. Шындық ашылған бойда өлемін деп қорқытып, әкесі инфаркт алып, төсек тартып жатып қалады. Күйеуі төсек тартып жатып қалған Айгүлге үлкен соққы болды. Ол аздай Мереке көрші ауылдың баласына тұрмысқа шығам деп үйінен қашып кетеді. Жығылған үстінен жұдырық болған опасыз қыз үй үшін ойламай уақытша мастықпен сезімге берілді. Кішкентай келін болғанына мәз болып, отбасылық өмірге қадам басты. Өмірінде ешқандай қиындық көрмеген Айгүлді күні тағы да абысын Лаураға қарап қалды. Сәкен бүгін қожалықты өз басшылығына алып, қолдан келгенше жандандыруға тырысты. Мәліктің бір жақ аяқ қолы жансызданғанмен, тамағымен тілі сау. Өткен кеткенде тілімен шағып айналасына заһарын шашып отыратын. Одан қалса шөлмекті басына қойып, бөтелкелестерін үйіне кіргізіп алатын шығарды. Күйеуінің ессіз қылығына тойған Айгүл жиналып, түкке тұрғысыз күйім деген желеумен төркініне кетіп қалды. Өзінен тараған 2 ұлын да ала кеткен ессіз қатына ерегіскен Мәлік қатты ашынды. Үйленген күннен әйелін алақанына салып, бетін желге, қолын суға малымай, мәпелегені, қиын жағдайда бір сәтте тастап кеткені жанына батты. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүріп үйренген әйелді өзі есіртіп жібергенін түсінбеді. Өзіне күтім жасайтын медбикеге де беретін ақшасы таусылды. Сәкен амалдап, бауырына қарайласып, Лаура қолынан келгенше бір кесе тамағын апарып, ішкізіп, кірін жуып, барынша көмегін аямады. Арада 3 ай өтті. Мәліктің денсаулығы бері қарап, аяқтан тұра бастады. Осы кезде төркініне сыймай Айгүл де сүмірейіп үйіне келді. Сүтке тиген мысықтай жүргенде құдалары Мерекені жүгімен алып келіп масқара халге түсті. Құдалардың айтуынша қолының сұғанағы бар келіндері ел жұртқа масқара етіпті. Барған жерінде бір бұйымды үптеп кететіні, артынан қонаққа шақырған адамдары жоқ затын сұрап келе беретін әбден жандарына батса керек.
Ажырасудың себебі соған ақтық. Ажырасатындай екеуі заңды некеде болмаған. Не бәрі 16 жасар қыздың тағдыры. Тәлкекке түсіп, атына күйе жағылып, үйден шыға алмай қалды. Ауылдағы жағдайдан хабардар Маржанның ойы алаңдаулы. Сіңлісін, көкесіне жан ашып, ауылына барып қайтуды жөн көрді. Қысқы сессияның аяқталып, студенттер демалысқа кететін шақ. Автобусқа билет алып, жұқа киімдерін жинастырып, ауылға бет алды. Қаладан келген қыздарын құрақ аша қарсы алған әке шешесі мен бауырлары Маржанды сағынып қапты. Еттің иісі мұрынды жарып, қызым-ау, үйдің тамағын сағынған шығарсың деген анасы келіні Айгүл мен Мерекені де үйіне шақырып қойған. Екеуі тосырайып Маржанды ебектеп жатқан жақындары қызғанып қарап отырғандай. Сөз арасында Айгүл: Маржан, сен де менің қызымдайсың ғой. Мерекенің жағдайын естіген шығарсың. Мектептен 9-дан соң шығып кетті. Колледжге түспеді. Мектеп қайта алмас, өзі де сыныптастарынан ұялып бармайды. Қалайда қалаға оқуға түсіру керек. Кеңесің болса? Жеңеше, дәл қазір жыл ортасы, ешқандай оқу орны ала қоймас. Бұйырса, көктемнен әрекет жасайық. Қосымша курстарға жазылсын. Мүмкіндік болса, грант ұтып алсақ керемет болар еді деп жылы қайырған Маржанда жақтырып тұрғаны шамалы Мереке. Ой, Маржан, сендей болу қайда маған? Білесің ғой, менің мектептің коридорында оқығанымды деп арсыздана күліп жіберді. Сәкен қызының жадыраған жүзіне, саралы санасына сырттай сүйсініп отырды. Іштей жаратқанынан қызына жақсы жар жолқанын тілеп, бағы ашылып бақытты ғұмыр кешсе екен, пенеткеш қызым дейтін. Көңілді кештен көңілсіз қайтқан екеу, Айгүл мен Мереке, үйлеріне барғанша Маржанды сырттай сыбап, өзімшіл болып кеткен. Қарашы, кеше ғана емес пе біздің табалдырықты жалап, күн көріп еді, кеудесінен нан пісіпті бейшараның деседі. Лаура қызына қырын қараған келін дұрысынан түсінуге тырысты. Маржанға: қызым, оларға ренжіме. Сенің әлі көрер жарығың алда. Сенің көрген күніңді ешкім көрмейді. Аллаға шүкір, пенетіңнің арқасында керемет оқуда оқып жатсың. Біз сенімен мақтанамыз. Алла бағыңды ашсын. Жақсы жігіт жолықса, ұзатып, құтты орныңа қондырсақ деп еді. Үй алып, бетін басқан Маржан анасына әлі ерте ғой дегендей жымиып қоятын. Анасымен түн ұзақ жүйіркелесіп, бауырларымен сағынысып, мауқын басқан Маржанның қалаға оқуына қайтатын уақыты. Құрт майын дайындап, киімдерін реттесуге көмектескен анасы қызына бар білген ақылын айтып, жолға шығарып салды. Кештетіп автобус қала шетіне тоқтап, жолаушылар кезектеп түсіп жатқанда арасына Мерекені байқаған Маржан таңданысын жасырмай: Мереке, сен де қалаға бірге келдің бе? Ойбай, не болды? Аузың аңқиып, адам көрмегендей. Немене, сатып алған қалаң беді? Жоқ, дұрыс түсінбедің. Айтсаң, бірге шығып келгенше әңгіме құрып келер едік дегенім ғой. Иә, сонымен бұл жақта кімге келдің? Тұратын жайың бар ма? Өткенде сенің үйінде дастархан басында оқу жайлы шет жағасын айтқанымызда пәлсініп қалып ең. Анамның туысы Рая әпшенің үйінде тұрамын. Оқуға көмектесемін депті. Көреміз. Жақсы, онда жолың болсын. Мен мына жаққа қарай жүрем деп жатақхананың мекен жайын айтқан Маржан қиылыстың арғы бетіндегі аялдамаға беттеді. Мерекенің Алматыға бірнеше рет келуі. Жастайынан бөлелерімен жиі қыдырып, талай парктерде ойнайтын. Сол үшінде Маржан сіңлісі алып қалада адасып кетер деген ойдан ада еді. Оқудың мақшақаты басталып, студенттердің қызу тіршілігі жалғасып жатты. Араға ай салып, Маржанды жатақханада іздеп келген Мерекенің түрінен түрі жоқ. Тыныштық па, жаным-ау? Мына сыйқың не? Рая әпше мені үйден қуып жіберді. Оқытам дегесін уәдесі құр екен. Мені кішкентай бәлекеттеріне қарасын деп ауылдан алдырған екен. Білесің ғой, мені бала қарамақ түгел 2 жұмыртқаны дұрыс қуыра алмайтынды. Оқытам дегені қайда? Қайдағы оқу? Сен дұрыс айтыпсың. Ешкім орта белден оқуға қабылдамады. Жазды күт дейді. Мен болса Рая әпшенің үйінде қызметші болғым келмейді деп жылап қоя берді. Сіңлісінің әбіржіген кейіпіне жан ашып дереу Айгүл жеңшесіне қоңырау шалған Маржанға: маған үйде жатып ішер жалқау қыз керек емес. Оқып өз күнін өзі көрсін. Болмаса аяқ қолын байлап бірінші келген адамға әйелдікке беріп жібереміз деп айғайға басты. Не де болса сіңлім ғой, мүмкін пәтер жалдап көрерміз. Бірақ бір өзі тұра алмас, одан бетер есіріп кетер деген Маржан
Жатақханың басшылығымен сөйлесіп, өзі тұратын бөлмеге 5-ші қыз етіп Мерекені кіргізіп алды. Мереке жатақханаға келгелі қыздардың арасы жақсы емес. Күнде бір шу шығаратын Мерекенің бұл жүрісі жарамас деп, қосымша дайындық курстарын іздестіре бастаған Маржанға жансая көмекке келді. Кезінде өзі оқыған жақсы орталықтың нөмірін тауып, Мерекені жаздырып қойды. Сонымен күн ұзақ қолы бос отыратын қыздың аяғына құрық салынды. Оқудан бас алмай, студент қыздармен қатар білім алып, НТ-ға дайындалды. Соңғы кездері тым көңілді. Айнаның алдында сыланып, сипанып отыратын ол, бірге тұратын қыздардың киімдерін сұрауға көшкен. Сәнденіп, жұпар иісті әтірді аямай себініп, жатақханадан шыққан бойы кештетіп бірақ келетін Мерекенің жүрісі күдік тудыра бастады. Жансаядан қосымша курстың мекен жайын сұрап алған ол, өзінің сабақтары аяқтал салысымен сіңлісінің ізін кезуге шықты. Сабақ кестесін қарап, тарих пәнінің соңғы бөлігі қалғанын көрді. Оқушылар 10-15 минуттан соң аудиториядан шығып, жан-жаққа тарқасты. Мерекенің қарасы көрінбеген соң, алаңдап, ішке енген Маржанның үстінен мұздай су құйғандай состиып тұрып қалды. «Сәлеметсіз бе? Кімге келдіңіз?» деген оқытушы ағайды сол кештен бері ойынан бір сәтке де шығармай, құтқарушы батырмен кездесуді қайта қалады емес пе? «Маржан, мұнда неге келдің?» деген Мерекенің жуан дауысы екеудің естелігін үзіп жібергендей. Ләм-мим деп тіл қатпаған күйі бұрылып, сыртқа шыққан Маржанның артынан жүгіре жөнелген ағайын аң-таң. Мереке асықпай дәптерін сөмкесіне салып жатты. «Маржан, тоқтай тұршы, қалайсың? Сен мені таныдың ғой, е? Мен осы жерде қосымша сабақ беремін. Кешір, сен мен осы ыңғайсыз жағдайда танысам деп жоспарламап едім. Білем, араға біраз уақыт салдым. Өзіңді іздеп баруыма да болар еді. Сенің мені тапқаныңа қалай қуанғанын білесің ғой», деп ағынан ақтарылып жатқанда арттарынан Мереке келіп: «Жүр, Маржан, не болды сонша масқарамды шығарып? Жатақханаға барар жолды білмейді деп пе едің?» деді де ешкімге сөз бермей қолынан қолтықтай Маржанды сүйрегендей алып кетті. Басқаша түсініп қалған құтқарушы жігіт өз сөздерінен ұялып, кірерге тесік таппай, артына жәутеңдеп қараған Маржанның жанарынан жылылықты сезгенде қуанышы қойнына сыймай, жүрегі тулап қоя берді. «Өзім де саған айтқым келіп жүрген, ол ағайдың аты Жанғали, біздің красавчигіміз. Бүкіл қыздар сабағында тек бетіндегі ямочкасы мен бадырақтай әдемі көздеріне қызыға қарап отырады. Айтшы, жігіттің төресі ғой, е? Астында қап-қара джипі бар. Өзі байдың баласы. Бой десе бойы, ой десе ойы бар. Любой қызды сындырып, әуре болмай-ақ қыздардың өздері іздеп келеді біздің ағайды», дей бергенде Маржан өз-өзінен ұялып, әдейі құтқарушыны іздеп барғандай ыңғайсызданды. Мереке ары қарай сөзін жалғай: «Білесің бе, ағайдың менде ойы бар сияқты. Сабақ сұрамайды, басқа оқушылар сияқты менен үй жұмысында тексермейді. Соған қарағанда мені ұнататын сияқты. Мен де әдейі алдыңғы партада шашымды жайып, қыздардың әртүрлі киімін киіп көзіне түсіп жүрмін. Егер маған сөз салса, білмеймін, менен бақытты адам болмас, сірә», деген сөздерден соң тағы да Маржанның кер тартпа мінезі аяқтан шалып, жаңа ғана болған бақытты шақты лезде сіңлісінің сөздері шайып жібергендей. Бөлмеге көңілсіз кірген Маржан төсегіне сұлқылаған бойы кешкі асқа бас көтермеді. Ертеңіне де сабаққа барғысы келмей, көрпесіне оранып жата берді. Құрбылары бір жайсыздықты сезгенде не болған сұрап жатты. Тағы да сол ұяндығына салған ол, үндемей күлімсіреп, тек білдіргісі келмегенмен көңілінің құлазып жүргеніне қыздар алаңдай бастады. Мерекеге бәрібір. Әдеттегідей әтірді құйып, киімдерін шашып, бөлмені жинамақ түгілі ішкен кесесін жумайтын Еркетойдың артын жабатын сол әпкесі Маржан ғой. Ақырындап өзіне келе бастаған Маржанды университетте үлкен іс-шара күтіп тұрды. Группаның старостасы ретінде бүкіл жауапкершілікті мойнына алған қыз білек сыбана кірісті. Кенет тағы да әлгі құтқарушыны кездейсоқ кезіктірді. «Сәлем, Маржан, қалың қалай?» деп қол созған Жанғалиға көзінің қиығын салмай акт залының ширмасына қарай беттеген Маржанға қыздар: «Есің дұрыс па? Бұл Жанғали ғой», деп аң-таң қалысты. «Маған салса неге тәуекел мүсілім болмайды? Кетсінші бар», деп Маржан бұртыған күйі іс-шараның мәселесімен жүгіріп жүр. Маржанға қыздар қайтадан: «Жанғалиды танымайсың? Қайдам? Біздің ректордың жалғыз ұлы ғой. Әй, маған десең неге президент болып кетпейді?
соншама қыр соңымнан қалмай не болды дей беріп еді. Артына бұрылып қараса, әлгі құтқарушы Батыр тұр. Сасқанынан айтқан сөздері үшін ұялып тағы да қаша жөнелгенде қолынан шап беріп ұстаған Жанғали. Екеуміз сөйлесейікші деді. Жоқ, менің дәл қазір жауапты іс шарам бар деген Маржан жігітке ертеңде бір апта тіпті 10 жылдан соңда саған уақытым жоқ дегендей кейіппен сөйледі. Жарайды, ишарасымен басы салбырап қала берген Жанғали әкесінің шақыртуымен университетке ұстаз болуға келген еді. Жалғыз ұлын шетелге оқытуға шамасы келетін әке баласының таңдаған мамандығын ұнатпайтын. Мемлекеттік басқару ісі бойынша қаншама таныстарын араға салып, баласын оқыта алмады. Дегеннен қайтпайтын жігіт ақыры тарих пәнінің мұғалімі болып, қосымша курстарда сабақ беріп жүргенде шыдай алмай, ең болмаса көз алдымда білдей бір университетте мұғалім болшы деген әкесінің сөзін жерге тастай алмады. Қыздар атаулы жігіттің төресінен дәмелі. Магистранттардан бастап бірінші курстың студенттеріне дейін ауыздарында Жанғали. Жігіт мұны сезсе де дайындасып, әр қызды бір пайдаланып кетуден аулақ. Анасы мен қарындасы жол көлік апатынан қайтыс болған 3 жыл. Солардың құрметіне жол әлде әке-шешесінен көрген тәрбиесі болар. Қыздарды қорғаштап, ар-намыс үшін күресте алдына жан салмайтын. Содан да болар алдында құрақ ұшып, қылым сыйтын қыздардан гөрі ұяң, биязылықты бойына сіңірген қазақы қыздарды жаны сүйетін. Маржанға да сол себепті көңілі ауып тұратын. Бетін қайтарған сайын сағы сынып тұрса да күннен күнге құштарлығы артып, университетте сыртынан болса да бір көрмей үйіне қайтпайтын. Маржанға ауған көңілін біраз жандар байқап, екеуін сырттай ғашықтар етіп қойған. Қылтың-сылтыңға ермейтін Маржан бірде ашуға салынса, бірде екеуін қосқанына іштей қуанып жүретін. Ал Мерекенің көңілінің қошы жоқ. Бұрынғыдай курсқа сықпайды, ілініп салынып барып келгені болмаса, күні бойы телефон шұқылап, танысу чаттарында белсенді болатын. Жетісіне бір жігітпен танысып қыдырып келгенне мәз. Оның бұл жүрісіне Маржан алаңдаулы. Енді уақыты да кеп қалды. Тесттен өте алмаса, масқара болып ауылына қайтып жатса, кінәлі өзі болатындай. Мерекеге ақылын айтады. Тыңдайтын құлақ болса ғой шіркін. Тіпті оқуының ақшасында Сәкен көке төлеп отыр емес пе? Айтқандай-ақ Мереке тестілеуден төмен бал жинап, грант көзден бал бұл ашты. Ауылға қайтуға тағы беті жоқ. Анасының айтқаны анау, кеуге қинап беріп жібереді деседі керек. Маржанды араға салып жүріп, Сәкен көкесінің арқасында Алматының колледждерінің біріне ақылы бөлімге оқуға түсті. Сонда да рахметі жоқ. Ол сөз арасында Маржанға: егер менің әкем ауырып қалмағанда, сенің әкеңнен қолына қарамас едік. Менің әкемнің қожалығы екенін ұмытпасын. Бізге өмір бақи қарыздарсыңдар деп қағып балап қалатын. Сол баяғы байыппе қалпымен сіңлісінің сөзіне еті үйренген Маржан елемей құтылатын. Мереке өз колледжіне жақын жатақханаға ауысып, қыздардың тынысы кеңейіп қалғандай. Жанғали Маржанға тікелей сөз салмаса да үнемі көзінің қырын салып, сырттай қамқорлығын танытатын. Екеуі қанша уақыт бір мекеде жүріп, оңаша өткенді еске алып сөйлескен емес. Себебі Жанғали жайлы қауесеттерден қорқатын Маржан оқу бітіргенше университетте аты шығып кетуден қорқатын. Тыныш қана дипломы қолы тигенде ауылына барып, ата-анасының қалауымен тұрмыс құруды ойлайтын. Бірақ бір сәтке де құтқарушы жігітке деген сезімі сейілмеген. Сырт көзге салқын қанды көрінгенмен, ішін алпауыт жалын шарпып, кей кездері қайтадан құшағына күмп етіп бауырлай еркелегісі келетін. Құпия сезім құлыптап жүргенде, әлде бір пысықайлардың айласы асып кетпесе жарар еді деп отырған шығарсыздар. Мерекенің құлағына жеткені сол, красавчик ағайын әпкесінен қызғанып қалғанды. Желеулетіп Маржанның университетіне жиі барып, Жанғалиді мойын соза іздеп тұратын. Аңқау Маржан шіркін арам ойсыз сіңлісіне асханадан тәтті бәліштер әперіп тамақтандырады. Мереке әдейі уақыт созып, Жанғалимен кездесіп қалудан дәмелі. Өзінің колледжіне қарағанда Маржанға жиі келеді. Әпкелетіп жүрген жалмауыздың әне-міне жездесіне айналғалы тұрған жігітке жабысуды ойланыстырған Маржан қайдан білсін. Ауылдан суыт хабар жетті. Сәкен аға қожалықта оқыс құлап, аяғын сындырып алыпты. Әкесінің жағдайын ести тұра қалада қарап тұра алмаған Маржан куратордан сұранып ауылға қайтты. Шынымен ақ әкесі ауыр халде жатты. Қаладағы бауырларды жан-жақтан дәріге шақыртып, аяқтан тұруының көмектерін аянбады.
Әкесі жатып қалғасын қожалық тұра алып, жұмыстағылардың берекесі қашты. Жан жақтан қыспаққа алынған әкесіне жаны ашып, қалай көмектесуді ойлап, басы қатып жүргенде Мереке Жанғалиды торына түсірудің әрекетіне көшкен. Қыздардың ар намысы десе алдына жан салмай, қорғансыздың қолына айналатын Жанғалиға әдейі жоспар құрды. Жұмыстан шығар сәтін күтіп, әдетте кеш қайтатын зерттеп алған Мереке үстіндегі киімін әдейлеп, жыртып, шашын үйпайлап, бояуын сумен шайып, көз жасын өтірік төккенсіп, құтқар, құтқарыңдар деп айғайға басты. Не болды? Кім тиісті саған деп жетіп келген Жанғали қыздың айналасына мойнын созы көз жүгіртті. Қуып жеткен ешкімді байқамаған ол Мерекені бір жерден көргенде: Жанғали ағай, сіз екенсіз ғой. Ағай, олар мені зорламақ болды. Егер сіз болмағанда менің халім не боларын елестеткім келмейді. Болды, ешкім жоқ. Есіңде, үйің қайда? Жүр шығарып салайын деп еді. Бірден орнынан атып тұрып, көліктің алдына отырып алған қыз дегеніне жеткендей миығынан жымиып қойды. Жанғали ағай, мен мына күймен жатақханаға кіре алмаймын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, көрген адам не ойлайды? Масқара болам ғой. Онда жүр менің үйіме. Ой ағай, ыңғайсыз емес пе? Кеш түсіп қалды. Бұрын соңды жігіттің үйіне барған емеспін деп көнгісі келгеніне қарамай, үйіне қарай айдаған Жанғалиға одан сайын іштей мәз болып отыр. Үйіне қыз ертіп келген қызметшілерден естіген әкесі таңертеңгілік шай үстінде ұлынан сүйінші хабар күткендей-ақ Жанғалиның бөлмесіне түн ішінде ұрланып кіріп, төсегінде бірге оянған Мерекеге қолын ұшын тимек түгілі таңырқабақ таң күйде бөлмеден шыққасын әкесі басқаша түсінді. Артынан түк болмағандай халатқа оранып шыққан Мереке дастархан басындағы Жанғалидің әкесіне сәлем берді. Бұл не бассыздық, жүр кабинетке деп баласын алдына салып, сөздің астына алған әке баласының сөзіне құлақты салмады. Өзіне шаң жуытпай, былықтан басын алып қашқан ұлының сөзіне сенбей Мерекені тыңдаған әке: қолыңмен істегенді мойныңмен көтер. Өрімдей жас қыздың абыройын төгіп, үйіне қондырып, одан қалса дым болмады деуден тайынбай тұрғанына мен ұялып тұрмын. Қызым, қай жақтан боласың? Бүгін қолыңды сұрауға барайық деп тойға әзірлікті бастап кеткен әкесіне қарсы шыға алмаған Жанғали шырмауық гүлге шырмалған халде. Мақсатына жеткендей Мереке қуаныштан бал-бұл жайнап, ауылының мекен жайын тәпіштеп түсіндіріп, өзі той көйлегін таңдауға кірісті. Жалғыз ұлының әрекетіне намыстанған әке басқа алмалды көрген жоқ. Дереу Жанғали мен болашақ келіндерінің аулына тартты. Мерекенің үйіне барса ешкім жоқ. Көршілерінен Сәкен ағаның үйінде екенін естіп жол сұратты. Бейтаныс кісілерді көргенде тосырқай тұрып қалған үйдегілер екеуін жылы қарсы алды. Сөз басын қалай жалғарын білмей отырғанда алдарынан нан су ұсынған Маржанды көрген Жанғали орнынан атып тұрды. Сен, Маржан, бұл сенің үйің бе? Дей бергенде Сәкен аға: иә, бұл біздің жауһарымыз ғой. Әзірше үйде, қаладағы білдей бір университетте грантта оқиды. Қазір маған қараймын деп уақытша сұранып еді. Әке, бұл кісі мен оқитын университеттің ректоры, жанындағы ұлы деген Маржан өзін айтыруға келгенде қобалжып барады. Иә, сіздерге құдалықпен келіп қалған жағдайымыз бар. Сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегендей дей беріп еді әкесінің сөзін іліп әкеткен Жанғали. Сіздер қазір дұрыс түсінбеулеріңіз мүмкін. Мен Маржанды сүйемін. Өмірлік жарым ретінде тек сені қалаймын. Ал Мерекемен арамызда ештеңе жоқ. Бәрін ойдан құрастырып, жала жауып отыр. Доғар, деді әкесі. Тоқтай тұрыңыздар, деген Мәлік пен Айгүл Мерекеге не болды деп түсінбей аңтарылды. Мәселені бастан аяқ қаз қалпынша айтып берген Жанғалидің сөзіне туған әкесі емес Мәлік иланды. Рас айтады ұлыңыз, көздерінен ақ көріп тұрмыз ғой. Мереке судан таза емес. 1 жыл бұрын тұрмыстан келген. Оның үстінде қаншама айласымен ауылды шулатып отырған қыз енді қалада тыныш жүрмеген екен ғой. Қап, сіздерден ұят болды. Кірерге тесік болса, терең ой үстінен шомған Жанғалидің әкесі Маржанға қарап: қызым, сен не дейсің? Деп үмітпен қарады. Ақыры сіздерден қыз алуға келіп тұрып, қалайша құрышамыз деп әзілге араластырған ректор Маржанға тағы да басын изеді. Үнсіз ғана жанарын төмен салған қыздың жүрегі тулап, иә деген жауабы іштен сыртқа шыға алмай жатты. Лаура мен Сәкен араларындағы жылылықты сезгенде-ақ ақ батамызды береміз дей бергені сол еді. Есікті тарс шапқан Айгүл долданып сыртқа шығып кетті.
Қол алысып құдалықты келіскен екі жақ жастарға бақыт тілеп тарқасты. Ауылдан жақсы хабарды күтіп, той көйлегін дайындап үлгерген Мереке Жанғалидың есігінің алдында күтіп отырған. Көліктен түскен екі кісі қыздың бетіне де қарамай, қызметшіге үйіне қайтсын деп бұйырып жібереді. Артынша анасынан болған жағдайды естіген Мереке айғайға басып, Маржанға өшігіп ауылына баратын бірінші автобусқа отырды. Бірден үйіне жетіп, шашынан тартып, бетінен шапалақ бере соққыға жыға бастаған Мерекені әкесі ашуланып үйіне қамап тастады. Көп ұзамай құдалық той болып, Маржанды дүркіретіп Жанғали үйіне қондырып алды. Бүкіл ауыл болып, қыздарының жақсы жерге барғанына қуанып жатты. Тек Айгүл мен Мереке ғана қарғап, сілеп, іштарлық танытып, ақыры сол іштарлықтардың арқасында екеуі де ішкілікке салынып тынды. Ал ұяң қыз махаббат некелі жар болғанына аша бастап, құтқарушы батырды қалай іздеп, кездейсоқ кездескен, қалай түн ұзақ ойлап, әр қарсыласқаныңа артында алпауыт сезімін жасырып баққан әсті-нәсті сезімдерін білдіріп бақты. Жанғалидың бақытты жан болмады. Екеуі бір-бірін сөзсіз түсініп, жылдар бойы әйелдің күлкісі естілмеген үйде бақыттың әуені ойнады. Әкесі өмір бойы Маржандай келінді аңсады емес пе? Ендігі ол кісінің арманы тәп-тәтті немерелердің үйдің ішін ойыншықпен шашып ойнау еді. Алла тілеуін қабыл алып, қазір де Маржан мен Жанғалидан екі ұл мен қылықты қыз тарады. Әңгіменің соңы. Бұл оқиға осымен тәмам. Іштарлық жайлы ойларыңызбен бөлісіп, жүрек сыйлап, пікір жазып, лайк басып, қолдап отырсаңыздар, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.